Сәлем достар, бүгін осындай кесек қуырдақ деп аталатын ерекше әрі өте дәмді тағамдарын жасаймыз. Өте дәмді шығады. Рецепті өздеріңізге сақтап алып, жасап көріңіздер. Етті алдын ала жуып, турап дайындап алдық. Енді пиязды тураймыз. Тағамымыз дәмді шығу үшін осылай құйрық май қостым. Және кішкене мөлшерде жемешкі май қосып, жуамызды қуырамыз. Енді осының үстіне етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және қара ұнтақталған бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, 35-40 минутта етімізді пісіреміз. Ет піскенше біз қамырын дайындап қоямыз. Ол үшін суға тұз саламыз және бізге бір жұмыртқа және сары май қажет болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сары май бізде бөлме температурасында және үстіне ұнды біртіндеп салып отырып қамыр илейміз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Енді салмасына салатын, етпен бірге салатын көкөністерімізді дайындап аламыз. Ол үшін пиязды осылай уақтап кез келген формада тураймыз. Кейін картопты да дәл солай уақтап тураймыз. Және де өзіміздің қалауымыз бойынша кез келген көкөністерді салуға болады. Болгар бұрышы ерекше дәм береді тағамға, сол себепті болгар бұрышын және сәбізді саламыз. Барлығын осылай уақтап турап аламыз. Етіміз пісіп қалды. Барлық көкөністерді еттің үстіне салып, жақсылап араластырып, астыңғы отын сөндіреміз. Себебі қалғанның барлығы пеште пісетін болады. Ең бастысы ет пісіп алды. Басқа видеоларда етті пісірмей жатады, бірақ мен әрдайым осылай етті пісіріп аламын, себебі қазір пеште толық піспеуі мүмкін. Қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз, яғни бізде 6 кесек қуырдақ шығатын болады. Және әр бөлшегін 2-ге бөлеміз, біреуі үлкен көлемде, біреуі кішкентай көлемде. Қамырымызды жаямыз. Дөңгелектеп жайып, қалыңдығы 1-2 мм болса жарайды. Жайып алып, және ыдысымызға орнатамыз. Ыдысымызға орнатамыз және салмасын салып шығамыз. Мінекей саламамыз салып болдық. Енді қамырымызды осылай жауып шығамыз. Өте қалыңдатып жіберуге болмайды, себебі астыңғы бөлігі бізде қалың болып кетсе, ол піспей қалуы мүмкін. Енді қалған кішкентай бөлігімен осылай әдемілеп формасын келтіреміз. Мінекей бізде осындай кесек қуырдақтар шықты. Енді бетіне жұмыртқа жағамыз және кунжут сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің кесек қуырдақ немесе ыдысымен жейтін қуырдақтарымыз дайын болды. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жасап көріп, өз нәтижелеріңізбен комментарийда бөлісе кетсеңіздер. Ас болсын!